азаматы шаңырақ иесі десе, әйел ананы отбасының алтын қазығы деп бағалаған. Отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы туралы заң тек әйелдерге ғана емес, сонымен қатар отбасының басқа да мүшелерінің тең құқықтарын сақтап, тұрмыстағы қысымды болмауға ықпал етеді. Ел өміріндегі өзекті мәселелердің бірі отбасылық зорлық-зомбылық. Қазіргі дамыған заманда тіршілік тірегі әйел теңдігін, табиғатынан қамқорлықты қажет ететін нәзік жандылардың құқығын қорғау қай қоғамда болсын басты мәселе болып саналады. Ер азаматтың тірегі қамқоршысы болған, әйелдер қамыққан сүйеу, тарыққанда тіреу, қам көңілге жұбаныш бола білген. Ер азаматтарымызға отбасының ұйытқысы, берекесі, қамқоршысы әйел затын аялайық дегіміз келеді.